Сәлем менің YouTube оқырмандарым, сіздермен бірге Шолпан Әмірқызы. Бүгін қарапайым ингредиенттермен цезарь салатын жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал видео ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Салатқа қажетті ингредиенттер: 3 қызанақ, 4 суға піскен жұмыртқаны және де эмнур сырынан пайдаландым. Және багет қытырлақ наны, 3 желания майонезі керек. Ал тауықтың төс етін арнайы суға пісіріп алдым. Суға пісіріп жатқанда оған тұз салып, дәмін кіргізіп алдым. Видеода көргендеріңіздей тым ұсақтамастан кубик тәрізді етіп турап аламын. Ал қызанақты турағанда жапырақты үлкендеу етіп, және де әдемі көріну үшін үлкендеу турағанымыз дұрыс болады. Бұл өте пайдалы және де ерекше дәмді диеталық салат деп есептеймін. Бұл салаттың ішіндегі сырды жақсы көретіндер үшін өте жақсы болады деп ойлаймын. Осы Цезарь деген адам өзінің атын салатта қойылатын білді ме екен деп ойлаймын. Барлығын жақсылап турап болғаннан соң 3 желания майонезімен араластырып, енді бұны жеуге дайындап қоюға болады. Баршаңызға салат ас болсын. Осындай салатты жасап, үйдегілеріңізді, отбасыларыңызды қуантып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер де видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.